подъездінде тұратын адамдардың жартысы өзінің тұрғындары емес, ол жердің пәтер иелері емес. Ол жерде жалдамалы түрде мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы бойынша алып, үйлерін арендаға беріп қойғандар болып тұр ғой. Шағымданып көрдіңіздер ме құзырлы мекемелерге? Біз енді ешкімге жалып түсірген жоқпыз, ешкімге арыз шағым жасаған жоқпыз. Енді біз мердігер компания Альянс Строй Инвесттің өкілдерін бүгін студиямызға шақырып едік, бірақ түрлі сылтау айтты. Сондықтан олар біздің студиямызға бүгін келе алмады. Шағын ауданында тұрамын, 9-шы үйде. Біздің подъезді көріп тұрсыз ғой, осы біздің подъездбен осы квартираның арасында осындай бір қуыс бар. Подъезд полностью мынандай гипсокартонмен істелінген. Гипсокартонда тесіліп жатыр. Бұндай сапасы төмен үйде негізі адамдар тұрмайды. Бұларға легче хозяевтарға 10 адамды кіргізіп алады да, студенттерді 20 мыңнан алады, әр студент 200 мыңға квартираны тапсырады, өздері 100 мыңнан басқа үйден сатып алады квартираны. Ванна туалетіміз гипсокартон. Ол ешерде жазылмағанша ең буланатын тамдар ол кухня, асханамыз, ваннамыз. Мынау кафельдер бәрі түсіп жатыр. Үйлеріңіз жылы ма? Үйлеріміз жылы емес, әр жерден айтып отыр ғой, үлдейтіп. Дәл сондай бізге келіп балдарға шведский стенка қоямыз дегенде бізге көрсетіп, неке қараңыздар, қалай тұрып жатсыздар мына үйде. Тесік. Акиматқа да барыңдар, КСК-ға барыңдар, застройщиктерге барыңдар. Ешнәрсе шықпайтын біліп, неге өздеріңіз қолға алмайсыздар? Застройщиктер бірде маған прорабы айтты. Қол қоймасам, пожалуйста, қазір квартираны алып қоямыз да басқа біреуге береміз. Амал жоқтан квартираны алдық. Қуандық мырза, осылай қоқан-лоққы көрсетуге бола ма? Және сіздер осы мәселені білдіңіздер ме? 3 жылдан кейінгі үйдің сапасы, жағдайы мынау. Ал 10 жылдан кейін не болады? Акпарен передача жасағанда бәрін соны жазу керек та. Енді 3 жылдан кейін. Ол кезде кіргенде біз сөзіңізді бөле кетейін. Ол жерде сіздер өздеріңіз Қуандық мырза қол қоймау керек пе еді? Конечно, қол қоймау керек. Енді қол қойып болғаннан кейін айқай-шу ол жоқ, енді ондай болса да енді қоқан-лоққы көрсетіліп тұр ғой бұл жерде. Жоқпыз, гипсокартон ба, қуанғаннан кірдікті алдық кілтімізді. Гипсокартон тесіліп жатыр, ішіне темекіні тастап жатыр, бутылканы тастап жатыр. Бірінші подъезде өрт шықты сондайдан. Сонда пожарниктер ол қай жерге қарап отыр. Ол кезде акті еш нәрсе де жасалған жоқ. Үй жанып кетсе 1 минут ол үйді жанып кету. Демек заңды тұрғыда өзіміз қол қойып аламыз да? Артынша заңғы тұрғыда үйді бір қол қоймау керек еді ол баста. Магазиннен, бір дүкеннен барып бір көйлек алғанда сіз тексеріп аласыз сапасын. Сол сияқты бір үй сатып алып жатсыздар. Сізге прораб әкеледі ма акты, Альянс Строй Инвестінің бастығы айтады ма қол қояды деп, оның тексеріп көріп алу керексіз. Ал бірақ енді жасырын істерде жұмыстардан байланысты болған сапасыздық үшін, оны кейін білсеңіз, ол үшін сіз эксперт шақыртып, бәрін акт жасап, сотқа беріңіз. Сөздің шыны керек, қараңызшы, сөздің шыны керек. Мынау елбасының тапсырмасы бойынша да бұл жақсы бағдарлама, шында да қол жетімді үйлер, былайша айтқанда, жас отбасыларға мемлекеттік қызметте істейтін. Шавкат аға, солай ғой. Сонда барлық кінә мынау тапсырыс берген құрылыс басқармасында ма, әлде үйді салған мердігер компанияларда болып тұрған секілді. Осының тетігі мемлекет басында жақсы оймен қолжетімді үйлер салуға мүмкіндік беріп отыр. Мердігер компания осы мемлекеттік бағдарламаға бір күйе жағып отырған сияқты емес пе? Негізінде менің ойымша енді түсіндік та, бұл бұндай жағдай тек қана Астана қаласында емес, басқа қалаларда болуы мүмкін. Алматы, Семей, басқа қалалардың бәрінде бар. Болып та жатырған болар. Қазіргі жағдайда өкінішке орай ГАСК деген ұйым бар, мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау департаменті. Сол ГАСК, айта кетейін, лицензияны өзі береді құрылыс компанияға. Өзі бақылау жұмысын жүргізеді. Өзі сол салынған құрылысты қабылдайды. Әрине, бәрі өз қолында болғаннан кейін жаңағыдай кемшіліктер орын алады. Ол бір. Содан мен ойымша бақылау департаменттері жергілікті акиматтарға бағынбау керек. Ялмаса тікелей орталық, мысалы, қазір агентствомыз бар, құрылыс агенттігі бар. Соған бағыну керек. Ол бір. Екіншіден, өкінішке орай қазір біздің Қазақстанда мына құрылыс материалдары индустриясы
мүлдем жоқ деп айтуға болады. Стройматериалдар жасайтын индустрияны дамытуымыз керек. Стройматериалдың сапасы да емес әңгіме. Бұрынғы советский уақыттағы материалмен де әдемі соғуға болады ғой. Бұл жерде мердігерлердің менше дұрыс істемеуі. Себебі осы мердігерлер мысалға жаңағы жұмыс істеуге өздерінің арыздарын бергенде ол бір адам ғана болып соған бермейді. Ол жерде 10 шақты мердігер түсуі мүмкін компаниялар. Құрылысшылардың біліктілігі төмендеу болып тұрған жоқ па екен? Мемлекеттік тараптан өзі бұрынғы өткізген үйлерді жақсы сапасымен өткізген мердігерлерге берсе, бұл жерде тағы да жаңағы көз қысты бармақ басты болып, таныс арқылы алып кетеді да білгендерін істеп тапсыра салады. Міне бұл ойлаймын. Бұл жерде мердігерлер қандай материал болса да жақсы қылып шығаруға болады. Мүмкін құрылысшыларымыздың мынау деңгейі жетпейтін шығар. Енді сөздің шыны керек, көбі салып жатқан кісілер ауылдан келген ауыл жастары ғой. Ауыл жастары демекші, бізде осы үлкен компания болғаннан кейін, осы үйді алғаннан кейін, біз үйді жақсы сапамен тапсыруға үлектеспіз. Тапсыруға өте біз өзіміз тырысамыз. Жақсы, солай дейік. Ал енді Ербол мырза, менеке айтып жатырсыз, 2 жыл кепілдеме уақытымыз бар. Енді ары қарай қайтпек керек. Уәделеріңізді орындайсыздар ма, жоқ әлде? Әрине уәделеріңізді орындаймыз ғой. Ендігіден ондай болмайды. Жаңағы сақылда штукатурка түсіп жатыр, анау дегендей. Оның бәрі технология, оның бәрі. Енді бұл алдағы жоспарлар ғой. Ал дәл осы үйдің, осы ауданның тұрғындарына қандай нақты көмек болмақ? Жаз шығып келедер, мүмкін жазда қолға алатын шығарсыздар. Және қай уақытта жүзеге асады бұл мәселе? Енді оны осы алдымыздағы келетқан жылда бәрін қарастырамыз. Жаңағыдай сіздердің пікірлеріңіз бар, сіздердің қағаздарыңыз бар, замечанияңыз бар. Оның бәрі әрине боста қалмайды. Органдар бар, біздің қарап отыратын, обязательно комиссия құрылады. Оның бәрін біз жаңағы устранить етуге біз тырысамыз. Ербол мырза, уәде Құдайдың сөзі деген тамаша бір сөз бар ендеше. Сол уәде үдесіне шығатындарыңызға сенімдіміз. Мапыр апай, берілген уәдені естідіңіз. Сенесіз бе? Күте аласыз ба жазға дейін? Жазға шейін мен қалай күтемін енді? Қазір мен тұратын жерім жоқ, мен қайда барып тұрамын? Қолымнан келмейтін болғаннан кейін мен ашынып отырмын. Егер қолымнан келетін болса, мен өзім-ақ істеп алар едім. Осы бәрі өздері қайтадан істеп жатыр ана үйде. Қолымнан келетіндер. Кешіріңіз, сөзіңіз бөлгеніме, Ербол мырза, мүмкін Мапур апай сияқты тағы да зейнет жасындағы кісілерге мүмкін жазға дейін бір көмек беруге тырысатын шығарсыздар. Осы тіпті 2-3 күннің ішінде деп айтсақ, көмек беруге тырысамыз әрине. Бірақ ана үлкен кісі айтып кетті, ана перегородка дейсіз. Енді біз шамамыз келгенше, ақшамыз жеткенше біз бәрін мәжбүрлеп, бәрін қойып бердік сіздерге. Енді біз оны қайықтан аламыз, соны айтыңызшы. Қосымша қаржы қажет қосымша қаржы жоқ қой. Смета бойынша ол болу керек пе ол перегородкалар? Сметада жоқ ол. Сметада жоқ перегородка. Проектіде бар. А неге ол бір үйде бар, бір үйде жоқ? Сол біздің қасымызда салынған үйлерде перегородкасы да бар, есігі де бар, бәрі бар. Ал неге именно вот енді ол үйде олар 6 үй салу керек, олар 6 емес, олар 5,5 үй бітірді. Мүмкін Ербол мырза тұрғындармен барып, жеке-жеке кездесіп, мүмкін осы әңгімені тағы да бір қарастырып көретін шығарсыздар деген ойдамыз. Есенжол мырза, мүмкін енді сіздерге алдағы кезекте мынау сотқа беру, тиісті органдарға арыз шағым жазу мәселесі күтіп тұр. Жазамыз енді. Егер ол жағынан нәтиже шығатын болатын болса, яғни жаңағы мен өткенде терезені көрсеткен болатын, қандай саңылау бар екен. Астына уплотнительный резина дейді, соны салып бекітіп қойғанбыз. Сосын мына қабырғадағы жарты кірпіштен салған, ортасы қуыс. Мысалы, кухняда, ас үйде кухонный гарнитур ілу үшін қандай машағат көресіздер, құлағандар болған ол үйде. Сол шара жағын қолға алу керек та, мына қай жерге қандай материал пайдалана білу керек. Мысалы, қабырғаға ортасы қуыс кірпіштің пайдаланудың қажет жоқ. Ол жерде есікте, мысалы, есікті отырғызған кезде... Оның бәрін енді мен сіз сөзіңіз білейін, оның бәрі проект жоба дейді, оны конструкторлар шығарады оның бәрін. Мысалы, сіз өзіңізге, мен шама мынаған келеді, мен мынандай кірпіш салам, мынаған мен ағаш салам, мынаған мен кафе салам, сіз өзіңізге өзіңіз не аласыз. Ал бұл жерде бұл тек қана бұл проектінен біз шықпаймыз. Енді сол конструкторысында
кішкене баспен ойлау керек шығар. Ол жерде де өзі секілді қарапайым қазақтың тұратын, қаракөз қазақтың. Мысалы, мына екі тесіктейге, мына кірпіш ортасы тесіктей. Мына жақтан шеге кірген кезде ортасында қалай болып тұрады? Ойнап тұрады. Сол жағын қарастыру керек та. Ол жерде ештеңе келе алмайсыз. Құлағына да алтын сырға дегенді айтқыңыз келеді. Бір хат жазып көрерсіздер енді болашақ. Қуандық мырза, енді осы студияда айтылған мәселелер аяқсыз қалмайды-ау деп сенуге бола ма? Әрине. Сіздердің тараптарыңыздан болашақта қандай іс-шаралар атқарылуы мүмкін? Енді осындай кемшіліктер болады, құрылыс болғасын. Мүмкіншілік болса сол. Енді алда әлі де тұрғын үйлер мемлекеттік бағдарлама бойынша беріледі, Құдай қаласа. Енді мұндай кемшіліктер қайталанбайтын шығар деген тұрғындардың да сенімі зор, біздің де сеніміміз зор болып тұр енді. Жаңа сөздеріңізді біле кетейін, мына кісілердің үйі салқын деп жатыр. Алғашқыда біздің үйде салқын болған. Мен терезенің астын ашқан кезде жел келеді. Сол жерде жаңа сіз қолыңызға ұстап жүретіңіз ғой. Мына пенопласт дейді. Бұл қайта сіздерде бар екен, бұл бізде жоқ болған. Мына астынан өзіміз құямыз. Бірақ айта кететін мына мердігер компанияларға ойламаңыздар, қарапайым халықтың көк көрпесі мен көк шапанның астында көктем бар екен. Қыстың көзі қырауда дейміз ғой. Жақсы. Заңгер ретінде енді бұл кісілерге не істеу керек? Сотқа шағымдануыңызға болады. Ол үшін сарапшы шақырып, бірінші экспертиза жасатыңыз. Сотқа шағым бергенде жауапкер ретінде сіздің мердігер компанияны көрсетіңіз. Үшінші тарап ретінде бүкіл жұмыс комиссиясына қол қойған 21 госорган бар. Соның барлығын үшінші тарап ретінде көрсетіңіз. Барлығы келсін, соттың алдында не үшін бұндай құжатқа, осындай үйді қабылдауға неліктен қол қойды, неге бұл үй қабылдауға берілді, сол мәселені сотта көтеріңіз. Енді Шапқат ағамыздан сұрасақ, халық қалаулысы ретінде аға қалай үлес қосуға болады осы мәселені шешуге? Екі мәселені айттым. Бірінші, ГАСК-ның жаңағы бақылау департаментінің статусы, лауазымы. Екіншіден, мемлекетімізде өзімізде шығаратын жақсы құрылыс материалдар болу керек. Үшіншіден, лицензия мәселесі. Мысалы, мына жаңа айттыңыз ғой, мердігер. Мердігер ол құқыққа ие болу үшін, ол ең алдыменен лицензия алады, рұқсат алады. Сол кезде рұқсат берген уақытта талаптарын күшейту керек, қатайту керек. Сонда жаңағы мүмкіндіктері жетпейтін құрылыс компаниялар бұндай жұмыспен айналыспайды. Төртінші мәселе. Төртіншісі, құрылыс саласына келетін жас мамандар аз. Кәсіби мамандар жетпейді. Осы мәселеге назар аударуымыз керек. Кәсіби мектептер осымен айналысу керек. Біз жаңағы құрылысшылар дайындауымыз керек. Сонда ғана бар бүкіл республика бойынша біз осы сапаға қол жеткізуге жағдай жасаймыз. Жақсы. Мемлекеттік бағдарлама мыңдаған азаматтардың баспаналы болуына жол ашты, үміт сыйлады. Ел мүддесі үшін қолға алынған игілікті іс ең басты орынға уақыт пен үнемді емес, сапа мен жауапкершілікті қойса құбағып. Солай дейік және солай боларына сенейік. Перегородканы біз істей алмаймыз. Оны біз дәлдеп бердік. Міне қорытынымыз бар. Неге істей алмайсыздар енді? Өзі жатақхана болса. Штукатурка түсіп жатыр дейсіз. Не дейсіз? Оның бәрін біз қолға аламыз, оның бәрін. Жел соқпайтын, қырау болмау үшін. Жаңа пенопласт, пена дейді. Перегородканы істей алмаймыз. Перегородка проектпен предусмотрено было, да? Проектом предусмотрено, но в смете нету ее. Нет, а почему тогда вы не обращаетесь в заказчик, почему вы к своему не обращаетесь?